Сәлем балалар, қалайсыздар? Бүгін әдебиеттік оқу 2 сынып 65 сабақ. Сабақтың тақырыбы бізде ерке күнім келді, тағы кезегі ертегінің. Балалар, бүгін сабақтардың барлығын орындайтын боламыз. Бізде бірінші тапсырма ребусты шешіп, оқитын ертегінің атын тап делінген. Мұнда бізде сағат, одан кейін қалам, ине, шанан суреттері берілген. Сағаттың сызын аламыз, қаламның асын аламыз, иненің иісін аламыз да, шананың насын аламыз. Ол кезде Сақина ертегісі шығады. Екінші тапсырма ертегіні дұрыс түсініп оқы. Сақина ертегісі дейді. Баяғы заманда бір кедей шаруа болыпты. Бір күні ол ішерге асы таусылып қалған соң, жалғыз тауығын сойып жемекші болады. Тауықты ұстап енді бауыздай бергенде ол: «Уа ем, менің соңғы тапқан жұмыртқаның ішінде алтын сақина бар, соны ал да мені босат. Ол сақина не тілесең соны орындайды, тек қана бірақ тілек тілеуің керек», деп ескертіпті. Шаруа тауықты босатып қоя береді. Тауықтың айтқаны рас екен. Шаруа күндей жарқыраған сақинаны алып әйеліне келеді. Алғашында әйелі сақинаны көріп қуанады, кейін таза алтын емес шығар деп күдіктенеді. Бұрын алтынның атын естігені болмаса, қолдарына ұстап көрмеген ғой. Ақыры оны зергерге апарып көрсетпекші болады. Ертеңіне шаруа зергерге келіп, болған уақиғаны түгел айтып береді. Зергер арам пиғылды адам екен. Ол шаруаның сақинасын салыстырып қараған болып, оған басқа сақинаны ұстата салады. Шаруа оны сезбейді. Зергердің сақинаның таза алтын екен дегеніне қуанып үйіне кетіп қалады. Шаруа кетісімен зергер дүкенін мықтап бекітіп алады. Енді дүниедегі ең бай адам мен болам деп қуанады. Сонан соң шаруаның сақинасын қолына алып: «Сиқырлы сақинам, дүкенімнің 4 бұрышын 90 түрлі жиһаз толтыршы», дейді ақырын. Сол-ақ екен, інжу-мажан асыл тастар, күміс теңге, ат басындай алтын құймалар зергердің үстіне нөсердей жауып береді. Деген жақ дүкені ауыз мұрнынан шыға толады. Бірақ асыл тастар астында қалған зергер үйден шыға алмай сол жерде тұншығып қалады. Шаруа үйіне қуана кіріп: «Сақина таза алтын екен, не тілегім бар, кәне», дейді әйеліне. «Егіндік жер тілейік», дейді әйелі ойланбастан. Шаруа тұрып: «Егер ерінбей еңбек етсең, 1 жылдақ жер сатып алуға шамамыз келмей ме? Одан да асықпай басқа бір тілек ойласаң қайтеді», депті. Бұған әйел де келісіп, екеуі де 1 жыл бойы тізе бүкпей еңбек етеді. Алақандай жерге еккен егіндері бітік шығып, сатылған астықтың ақшасына қосымша шұрайлы жер сатып алады. Жылдар өтіп жатады. Өздері қартайса да, бұрынғыша еңбек етіп, соның жемісін татып, ел қатарлы өмір сүреді. Балалары да ер жетеді. Сақина сөз болған сайын шаруа: «Асықпайық, әлі де уақыт бар», дейді екен. Әйелі бірте-бірте сақинаны ауызға алуды да қояды. Өмір бойы шаруа оны қасиетті сақина деп өткен еді. Сақина зергердің жез сақинасы болатын. Алайда сол сақина шаруаның бақытқа жетуіне себепші болыпты. Жаман заттың адал қолда болғаны жақсы заттың арамза қолға түскенінен әлде қайда артық қой. Арам пиғылды, жаман ойлы. Жиһаз бұл жерде қымбат зат. Бітік, мол, қалың, көп. Арамза, оңбаған, залым. Ал балалар 3, 4, 5 тапсырмаларда 3-ші тапсырма ертегінің соңғы сөйлемін қайталап оқы, қалай түсінгеніңді айт делінген. 4-ші тапсырма ертегіні бөліктерге бөл, әр бөлімге ат қойып көр. Берілген жоспардың реттік санын анықта делінген. Кедей шаруаның шешімі деген сөз 3-ші бөлім. Зергердің арам пиғылы 2-ші бөлім. Ұмыт болған сақина 6-ші бөлім. Шаруа мен әйелінің әңгімесі 5-ші бөлім. Тауықтың өтініші 1-ші бөлім. Шаруаның сабыр сақтауы 4-ші бөлім екен. Балалар, осылай сіздерде әр бөліктерге бөліп, қастарына реттік сандарды қойып шығасыздар балалар.
Ал балалар, келесі 5-ші тапсырма 4-ші тапсырмадағы жоспар бойынша ертегіні әңгімеле деген. Меніңше, балалар, бұл ауызша тапсырма. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Балалар, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Подписка кнопкасын басып қойсаңыздар, менің сабақтарым сіздерге бірінші болып көрінеді, балалар. Ал осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар, балалар.